Сәлем достар, қазіргі таңда пандемиялық вирусқа байланысты көптеген қалалар онлайн түрде оқып жатыр. Алайда олардың шындығы әлі күнге дейін ашылған жоқ. Біз бүгін сіздерге онлайнның шындығын айтатын боламыз. Онлайн оқимын деп күндіз-түні телефонға телміруден кім шаршамайды? Алайда интернетті нашар ұстайтын немесе интернетсіз отырған оқушылардың бір күнін елестетудің өзі қиын. Онлайн оқып телефонда бірнеше сағат отыру денсаулығымызға біраз зиянын да тигізеді. Яғни көз ауырып басымыз айналады. Әсіресе осы қашықтан оқу басталғалы бері көзі нашар көретіндер адамдар саны бірнешеге өсті. Ал енді келесі зияны ол ғаламторда отыру. Яғни ғаламтор ол адамның ой өрісін әбден өзгертеді. Мысалы, адам өзінен өзі ашуланшақ болып кетеді. Яғни сабырсыз болады. Және кейбірі ғаламторсыз өмір сүре алмайтын деңгейге де жетті. Сондай-ақ осы онлайн басталғалы бері Google, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp желілері қарқынды дамып кетті. Мысалы, Instagram ол жерде онлайн табыс табу үшін гив ойнатады. Яғни көлік секілді қымбат-қымбат заттарды сыйлыққа береді. Достар, біздің байқауымыз басталды. Mercedes S-класс бас жүлде. Ар жағында 5 iPhone алды. Осы сыйлықтардың барлығы теп-тегін дәл сіздерге. Алайда гифтерден алданып қалған адамдар да аз емес. Содан сол гифтан мен бас жүлде Hyundai Accent ұтып алдым. Содан басы ашылып тұр ғой, машина жоқ болып шықты. Және онлайнның зияннан бөлек пайдасы да бар екен. Онлайн адамға сәл болсын ізденіске үйретеді. Достар, сіздер сыныптастарыңызды немесе оқу орныңызды сағындыңыз ба? Дәл қазір комментарияға жаза кетіңіздер. Және онлайн оқудан жалықсаңыз, онда дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Және қоңыраушанды ұмытпаңыздар. Ендеше сіздермен бірге болған бұл қызықты мәліметтер арнасы. Және мен Райымқұл Абнұрхамит, сау болыңыздар.